Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары. Сіздерге кезекті онлайн мектеп платформасының кестені қалай құру керек әрекетін таныстырып өтетін боламын. Ол үшін белгілі сіздерге сол жақ онлайн мектеп мәзірін ашамыз. Онлайн мектеп мәзірін ашатын болсақ, мектепті басқару бөліміне өтеді екенбіз. Мектеп басқару бөлімінде қарап отырсаңыз кесте деген тұр. Яғни осы кестеге сынып жетекшілер толыққанды осында ашады екенсіздер. Сосын әрбір сынып жетекші өзінің сыныбының таңдап алады. Яғни мен қазір бір сыныпта эксперимент жасайын. Мына жерде көрсетілген. Жоғарыда қарайтын болсаңыздар, параллель, литера, оқу тілі, педагогтардың толымдылығы және толығырақ бөлім. Сіздер автомат түрде толығырақ бөлімге өтесіздер бірінші. Және осы сыныптың сабақ кестесі ашылады екен. Осы сабақ кестесі ашылған кезде барлығыңызға осы 6 күннің сабақ кестесін құру мүмкіндігін береді. Яғни бірінші сабақтың тұсына баратын болсаңыздар, плюс таңбашасы ашылады екен. Екінші, үшінші, төртінші мен жалпы қоңыраулар кестесін түзіп қойғанмын. Қоңыраулар кестесі мектептегі қоңыраулар кестесімен сәйкес келеді. Егер өзгеріс болатын болса, оның уақытында өзгертіп отырады екенбіз. Жоғарыда қарасаңыздар, Excel'ге жүктеу бар. Яғни берілген осында түскен кестені Excel форматта жүктеп алуға болады. Кестені тазартуға болады. Кестені көшіруге болады. Және мына жерде 8-ші апта, яғни осы аптаның сабақ кестесі бізде ашық тұр екен. Енді әрбір аптаны жеке-жеке толтыруға болады. Немесе әрбір аптаны бір аптаны толтыру арқылы барлық аптаға көшіруге болады. Енді мен қазір бір ғана пәнді мына жерге енгізейін. Қазақ тілі. Қазақ тілі Аденова беретін болса, фамилиясын жазсаңыздар, мұғалім шығады да сақтау батырмасын басасыздар. Сақтау батырмасын басатын болсаңыздар, дүйсенбі күні бірінші сабақ түсті. Ал енді осы сабақты қазақ тілін мен басқа аптаға көшіруім керек. Немесе орын ауыстыруым керек деген сияқты. Орын ауыстырайын мен. Орын ауыстырайын. Орын ауыстыру әрекеті. Мына жерде сабақтың құрылымы, сабақтың барысы. Жалпы көшіру әрекетін көрсетейін. Кестені көшіру батырмасын бассаңыздар, аптаны таңдаңыз дейді. 8-ші аптада құрылып тұр бұл жерде. 8-ші аптадан кейін 9-ші аптаға көшіру. Немесе барлық аптаға көшіру деген бар. Бір ғана аптаға көшіру бастау батырмасын басуға болады. Немесе барлық аптаға көшіру батырмасына галочка қоюға болады екен. Назар аударыңыз, ағымдағы кесте 90-дары барлық апталарға, сонымен қатар өткен апталарға көшіріледі дейді. Кестені басқа аптаға көшіргенде олардың қазіргі кестесі толық өшеді дейді. Яғни қазіргі кестесі толық өшеді екен. Яғни мен осы қазақ тілін көшіретін болсам, онда жаңағыдай ескі кестелер жалпы өшеді дейді. Растау батырмасын басам. Қазір мен 8-ші аптада тұрмын. Кесте сәтті көшірілді дейді. Мен 9-ші аптаны ашып көремін. 9-ші аптаны аштым. 9-ші апта 24-ті. Яғни 24-ті күнге көшіріліп тұр. Бұл енді эксперимент түрінде. Енді мына жерде кестені тазарту батырмасын басатын болсақ, 9-ші апта дейді. Аптаны тазарту, қай апта екенін таңдайсың. 9-ші немесе 8-ші апта деген сияқты 9-ші аптаны таңдаймыз. Назар аударыңыз, таңдалған аптаның кестесі қалпына келтірусіз тазартылады дейді. Яғни растау батырмасын басатын болсам,
9 аптадағы сабақ кестесі өшірілді. 8 аптаны ашам. 8 аптада ол тұр. Яғни әр аптаны жеке өшіруге болады, немесе барлығын осылай өшіру мүмкіндігін жасауға болады екен. Растау батырмасын бассақ, толыққанды сабақ кестесі жойылады екен. Жалпы осылай әрбір сынып жетекші өзінің сыныбындағы сабақ кестесін аптаға құрып, әрбір бір аптаны құрып, қалған апталардың барлығына көшіруге болады. Солай жасаймыз. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.